Қаратөбеде қол күресінен Азия чемпионатының күміс жүлдегері Сүйесін Құмаровты еске алуға арналған ашық турнир өтті. Айтулы дода жергілікті және батыс аймақтан барлығы 140 спортшының басын қосты. Жарқ етіп сөнген жас ғұмыр. Сүйесін Құмаровтың қысқада болса нұсқалы өмірін бұдан артық сипаттау сірә мүмкін емес. Желкілдеген жас талай мәрте қол күресінен өткен додаларда топ жарып, облыс абыройын аспандатты. Тіпті Азия ойындарында республикалық турнирлерде оған тең келер қарсылас табылмады. Сүйесін спорттың осы түрінен шын мықты еді. Жиналған қауым айбынды спортшыны бір сәт үнсіздікпен еске алды. Осы спортқа деген сүйіспеншілік өте зор болды. Еңбектеніп содан қалмай күні түні жаттығып, бір бетке өзі солай жігерлі сондай азамат болды енді. Қол күрестен аудан біріншілігі алғаш рет өтіп отыр. Шараға білегі құрыш 140 спортшы қатысып бағын сынады. Атап айтсақ, олар Ақтөбе, Орал, Теректі, Сырым, Қаратөбе және Тасқала ауданының намысын туытып келгендер. Ұлдар 18, ал қыздар 7 салмақ дәрежесі бойынша сынға түсті. Деңгейінде өтіп жатыр. Бұл жарыстың негізгі мақсаты артынан ізбастар інілерін көптеп келуіне және де осы қол күресін ауданымызда, облысымызда, Қазақстанның деңгейінде кеңінен тарату танылады. Турнир қорытындысында бірінші орында қаратөбеліктер жеңіп алды. Сондай-ақ 5 раундтық армфайт кезеңде де намысты қолдан бермеді. Ал екінші және үшінші орында Орал қаласының командалары өзара бөлісті. Назерке Тоғжан, Оралбек Қуанышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық арнасы.